Сәлем оқушылар, біз 5-ші сыныптың А тобының есептерін шығаратын боламыз. Мына сандарды цифрлармен жазыңдар. 710, 430 мың 60, 430 мың 60. Келесі 508 мың 234, 508 мың 234. 3 миллион 25 мың 6, 3 миллион 25 мың 6. Жеті бір нөл артық. 3 25 мың 6. Үш миллион 25 мың 6. 32 миллион 15 мың 706. 32 миллион 15 мың 706. Келесі 70 мың 563 сандағы 5 цифры нені білдіреді? Бұл жүздікті білдіреді. Келесі 4 миллион 36 мың 8 санда 3 цифры нені білдіреді? 36 мың. 36 мың болса, бұл бізде ондықты білдіреді. 4 миллион 36 мың ондықты білдіреді. 3 ондық 6 бірлік, бұл барлығы мыңдыққа жатады. Бұл жерде 3 цифры ондық мыңдықты білдіреді. Ондық мыңдық. Жер арасы қой. Ондық мыңдық. Келесі 435 миллион 72 мың 614. 0 цифры 435 миллион 72 мың 614. Бұл бізде негізі жүздік мыңдықты білдіреді. Жүздік мыңдық. 8 миллион 617 мың 324 цифрындағы сандағы мыңдар класы неге аталмайды? 8 миллион 607 мың 324. Өйткені мына жерде сан жоқ. Сан жоқ болса аталмайды. Қандай цифр сан разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазылады дейді. Қандай сан, яғни жүздік, ондық, мыңдықтар. Мысалы 9 жүздіктер, 6 ондықтар, 5 бірліктер. Ол бізде біріншісі разрядты қосылғыштар түрінде жазылған. 5 мыңдық 736. 5 мыңдық 5736. Бұл да солай. 80 мың 85 мың 402. Бұл жазылмаған, жазылмаған. 73 мың 94. 73 мың 94. Бұл да жазылмаған. Арасында 0 дегендер қалып кеткен.